Ассалаумағалейкум достар, Автолайк каналының кезекті шығарылымы. Бүгін Шымкент қаласындағы автокөлік базарын түсіруге келдік достар. Достар, өз көліктеріңізді біздің Instagram арқылы сатсаңыздар болады. Ол үшін комментарияның алғашқы бетіне біз сілтемесін қалдырып кетеміз. Сол арқылы өтіп, өз автокөлігіңізді жарнамаға беріңіз. Достар, видео соңында ұнап жатса лайк басып пікір қалдырамыз. Және біздің каналдың даму ретінде WhatsApp группаларға таратып жіберулеріңізді сұранамыз. Mercedes 140 санақта S-класс. 95 жылғы 2.8 объем 3,5 миллион теңге. Сұраптағы бағасы. Жалпы сыртқы жағдайы жақсы машинаның. Қазір айландырып түсіріп көрсетіп кетейік. Chevrolet Cruze сатылымда. Көлік 2013 жылғы 1.8 мотормен 4 миллион теңге сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Lada Priora сатылымда. Көлік 2014 жылғы 2 миллион 900 дейді сұрап тұрған бағасы. 114 мың жүріп өткен жолы машинаның артысы. İzleyip жүргендер olsa қарап көрсеңіздер болады жалпы. Volkswagen Passat универсал. Көп сұралатын көліктер. 95 жылғы 2 объеммен 1 миллион 600 дейді механикада. Комментарияға қалдырып көп сұрап атылған көліктердің бірі бұл. Өздеріңіздің іздеп жүрген көліктеріңіз болмаса, алам деп жүрген ниеттенген көліктеріңіз болса, біздің комментарияға қалдырып кетсеңіздер, сондай көліктерді қарап көретін боламыз базардан. Минивэн Opel Zafira сатылымда. 2001 жылғы 2 объеммен 2 миллион теңге дейді. Механикалық қорапта сары түсті. 7 орындық. ВАЗ-2104 четверка. 2012 жылғы машина 1 700 дейді сұрап тұрған бағасы бұл көліктің механикада. Ақ түсті. Лифан қытайлық көлік. 2016 жылғы 1.5 мотормен механикада 3 миллион теңге сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Бұлардың көбінесе Corolla'ның мотор коробкасы ол келеді. Mercedes 124. Mercedesтердің ішінде ең арзан десем жаңылмайтын шығар. 750 мың теңге дейді, срочно сатылып жатыр дейді механикада. Объем білмедік бұл көліктің. Lada Largus сатылымда. Родной краска дейді 2014, 136 мың жүріп өткен жолы, 3 миллион 400 мың теңге. Сұрап тұрған бағасы бұл көліктің жалпы. Daewoo Nexia дейді сатылымда. 8 клапан, простой мотормен 2013 жылғы 1 миллион 550 мың теңге. Сұрап тұрған бағасы механикада. Сіздік ма? Kia Rio сатылымда. Көлік 13 жылғы 1.6 мотормен 4 миллион 400 дейді сұрап тұрған бағасы. Автомат коробка. Ақ түсті. Жай-жай енді жаздық баллондарға ауысып жатыр. Шымкент тұрғындар. Жақсы сыртқы жағдайы. Тағы да Kia Rio сатылымда.
ақ түсті. 2014 жылғы 1.6 5 миллион 200 дейді сұрап тұрған бағасы. Автомат коробка, ақ түсті. Жақсы жағдайда машинаның сырты. Nissan Primera через банк болады дейді. 97 жылғы 1.6 механикада 1 700 000 сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Daewoo Nexia ақ түсті. 2013 жылғы люкс дейді. 2 350 000 теңге дейді. Механикада бұл да. Енді Самны? шыны керек. Бұл төрттердің именно Nexia 2-ден мен автоматын көрмеппін, бірақ Nexia 1-дікі бар. Daewoo Nexia 1, так 2007 жылғы 1 550 000 дейді механикада. Бұл көлік транзитпен тұр әлі. Оформление жасалмаған. Жалпы сыртқы жағдай жақсы машинаның. Kia Rio сатылымда. Көлік 2015 жылғы 1.6 мотормен 4 300 000 дейді. Автомат коробкада. Достар, біздің Автолайк каналына тіркеліп, видео соңында ұнап лайк басып пікір қалдырып кетулеріңізді сұранамыз. Қолдау мақсатында WhatsApp группаларға таратып жіберсеңіздер. Nissan Maxima 32-ші кузов. 95 жылғы 2 литрлі қозғалтқышпен автоматта 1 900 000 дейді сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Сыртқы жағдайы жақсы машинаның. Nissan Primera сатылымда. Көлік 96 жылғы 2 литрлі қозғалтқышпен 1 700 000 дейді механикада. Сыртқы жағдайы жақсы машинаның. Ешқандай ақауы жоқ. Қарап көрсеңіздер болады. Toyota Camry 35 үлгі сатылымда. Көлік 2005 жылғы 2.4 мотормен 4 700 000 дейді сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Сыртқы жағдайы жақсы, жалпы машинаның. Қарап көрсеңіздер болады. Енді салон түсіріштегі өтініш шығып жатқан достар, қарап көрсеңіздер болады. Мен салоны тап-таза. Телефон нөміріне хабарласып қарап көріңіздер достар. Volkswagen Golf 3-ші үлгі. Тройка 94 жылғы 1.8 так 1 800 000 дейді сұрап тұрған бағасы жалпы көліктің. Hyundai Starex 2004 жылғы. Так 3 400 000 дейді 2.5. Audi S4 сатылымда. Ақ түсті. Сыртында ешқандай ақауы жоқ, тап-таза. 91 жылғы 2 литрлі қозғалтқышпен 1 600 000 дейді механикада. Қарап көрем деушілер болса. Өткен шығарылымызда көп кісілер салонын көрсетсеңіз деп өтініш шығып жатыр. Салонын көрсетіп кетейік.
Lada Granta сатылымда. 2013 жылғы. Полный комплектация. Бұл кісілер продам қоймаған екен. Кондер полный электро дейді. Миллион 600 дейді болатын бағасы. Көп жағдайда бізді түсінбей жатады, неге түсіріп жүрсіңдер деген сияқты. Ал түсінетін кісілер машинаның есігі ашық түсіріп, бұл не реклама жасауымызға рұқсат беріп жатады, соның үшін дұрыстар көріп отырсаңыздар, ешқандай зиян тимейді, сіздерге уайымдамасаңыздар болады. Ал бағасы жөнінде миллион 600 болатын бағасы. Телефон нөмірі қандай еді, правильно? 778 953 9606. 9606. Осы телефон нөмірге хабарласып көрсеңіздер болады. Машинаның Шымкент қаласында болады. Audi S4 сатылымда. 91 2D3 дейді, миллион 550 дейді сатылымдағы бағасы көліктің.